Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз баклажанды роллы духовкаде 15 минутта дайын болатын осындай баклажандарды жасайтын боламыз. Бұның ерекшелігі, біз майға қуырмаймыз. Майға қуырылмайтын өте керемет дәмді болып шығатын осындай баклажандарды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Мен осындай салатный листті жуып дайындап қойдым күні бұрын. Бұны кептіріп дайындап қоятын боламыз. Сіздер салатный листті қоспасаңыздар да болады, өздеріңіз еріктеріңізде. Одан кейін осындай баклажандарымызды мен 3 баклажаннан істедім. Баклажандарымызды жуып, осылай және де помидорымызды жуып, қызанағымызды жуып дайындап қоямыз. Өстіп екі жағын кесіп, жан-жағын өстіп жіңішкелеп кесіп аламыз. Одан кейін осындай қатты жіңішке емес, осындай қатты қалың емес, орташа қалыңдықта осылай барлығын кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп барлығын дайындап аламыз. Барлығын дайындап кесіп алғаннан кейін үстеріне тұз себетін боламыз. Себелеп барлығын жайып, осылай тұздардың бәрін сеуіп шығатын боламыз. Одан кейін біз 2 жұмыртқамызды өстіп алып араластырып, одан кейін панировочный сухаринімізді алып, бір жағын өстіп жұмыртқаға малып, бір жағын ғана өстіп панировочный сухариге салып, өстіп видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Тек қана бір жағын істеп шығатын боламыз. Және духовканың формасына өстіп барлығын орналастырамыз. Дәл осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Барлығын міне орналастырдық. Енді біз 200 градуста 15 минутқа духовкамызге салып пісіріп алатын боламыз. Біздің баклажанымыз пісіп жатқан кезде біз помидорымызды турап дайындап қоямыз. Менде кішкентай помидордан 5 помидор шықты. Сіздер үлкен помидор болса 2 помидор алсаңыздар болады. Барлығын кесіп дайындап қоямыз. Сіздер помидорларыңызды 2-ге бөліп дайындап алсаңыздар болады. Одан кейін салатный листімізді осылай шағындап турап дайындап аламыз. Одан кейін укропымызды ұсақтап турап дайындап қоямыз. Сіздер укроп қоспасаңыздар да болады, бірақ ерекше дәм береді. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Одан кейін мен кішкентай ғана сарымсақ қостым. Маған қатты ащы болған ұнамайды. Сондықтан мен бір ғана шағын сарымсақты қостым. Одан кейін кішкентай қасықпен 3 қасық осындай майонезімізді салып, жақсылап араластырып, соусымызды дайындап қоямыз. Мінекей біздің баклажанымыз пісіп шықты, өте керемет. Осылай болып шықты. Енді біз баклажанымызды суытып қоямыз. Суып болғаннан кейін ғана соусымызды салып дайындай берсеңіздер болады. Мінекей біздікі осылай суып болды. Енді біз соусымызды жағып, одан кейін салатный листімізді салып, одан кейін 2-ге бөлінген, осындай дөңгелек бөлінген 2-ге бөліп, помидорымызды салып, өстіп жақсылап ораймыз. Мінекей біздің роллымыз, баклажанымыз дайын болып шықты. Қатты үлкен помидор салсаңыздар, көріп болып кетеді, сондықтан жіңішке помидорларды кесіп салсаңыздар болады. Мінекей өте керемет, майсыз жасалатын баклажандар керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.